Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәп-нәзік, жұп-жұмсақ, дәмі ерекше птичье молоконың дәмі сияқты өте дәмді пирог әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Подписация бөлімін басып, қоңыраушаны басып, видеома лайк басып, алдыңғы уақыттарда осындай хит рецепттерімді, дәмді де түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сары уызымыз бен қантымызды венчиктің көмегімен 2-3 минуттай жақсылап араластыратын боламыз. Миксердің көмегімен де араластыруға болады. Ертілген сары майымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Разрыхлитель қосамыз. Ұнымызды қосамыз. Біріккенше жақсылап қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыз өте нәзік, жұмсақ болады. Енді осы қамырды екіге бөлетін боламыз. Бір бөлігін үлкендеу етіп, екінші бөлігін сәл кішірейтіп бөліп алатын боламыз. Кішкентай бөлігін алып, морозильникке салып қоямыз. Екінші бөлігін пергамент қағазына жайып шығатын боламыз. Менде форма диаметрі 22. Қамырды бір шетке алып қоямыз. Енді начинканы дайындаймыз. Ақ уызымызды ыдысымызға салып, 1 минуттай миксерлейтін боламыз. Сосын жаймендеп қантымызды шетінен үлкен масса болғанша миксерлейтін боламыз. Біздің меренгамыз плотный болу керек, өзінің формасын ұстайтын, өте қою масса болу қажет. Міне біздің меренгамыз дайын болды. Міне өзінің формасын ұстап тұр. Осындай масса болу қажет бізде. Дайын болған меренгамыздың үстіне салқын, менде 20% сметананы салатын боламыз. Үстіне кукурузный крахмалымыз салып, миксердің көмегімен 1 минуттай жақсылап біріккенше араластыратын боламыз. Міне біздің начинкамыз дайын. Өте қою, әдемі болып шығады. Енді алдын ала илеп қойған қамырымыздың үстіне дайын болған начинкамызды саламыз. Лопатканың көмегімен үстін тегістеп шығатын боламыз. Жақсылап тегістеп, морозильниктегі қамырымыздың екінші бөлігін алып, теркамен өткізетін боламыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз дайын. Пирогымызды бөлме температурасында толықтай суытып барып, холодильникке 1-2 сағатқа салып қоятын боламыз.
Міне біздің өте дәмді нәп-нәзік пирогымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, арнама тіркеліп, видеома лайк басып, комментарийді қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.